Бәріне сәлем, құрметті достар. Сіздермен Дана Ернесқызы. Сіздің өміріңіздегі басты қорқынышты, яғни өзіңізге деген сенімсіздікті жеңе білуге бірден бір себеп болатын мотивацияға толы Жастайым бағдарламасын тамашалаңыздар. Қазіргі таңда музыка саласында өз өнерлерін ерекше жанрда бағыттап жүрген Асылтас этно-поп тобы өз тәжірибелерімен бөліспек. Топтың құрылуының өзі бір ерекше жайт болды, әрине. Себебі әдейі осылай үш еткен қосылып ән айтайық деген ешқандай бір мақсат болған жоқ. Бізді танитын, білетін мұғалім Жадыра Мүсірепова басымызды қосқан сол кісі деп айтуға болады. Үшеумізді де таниды. Ол кісі өзі жеткенші болғандықтан үшеуміздің басымызды біріктірді. Бір қыздардан керемет бір жаңаша стильде, бағытта топ құрғысы келді. Сол себепті де біздің басымызды қосып, осылай жеткенмен ән салу бағытында арғарай жұмыс жасап келе жатырмыз сол кісінің арқасында деп айтуға болады. Басында әрине қиындықтар болды, себебі біздің авторлық әндер болған жоқ. Басында бізге сан түрлі каверлар түсірсін деді, ағылшынша болсын, қандай тілде болсын, тіпті корей тілінде де тырыстық түсіруге барынша. Оның барлығы бізге тәжірибе болды, үлкен тәжірибе болды, өйткені сол каверлердің арқасында жеткенге жаңашалық алып келді десек те болады. Өйткені қазіргі жаңа бағыт поп жанры әлемге танымал. Сол бағытта жұмыс жасау үшін бізге міндетті түрде жаңа әдістер қолдану қажет, өйткені ол жаңашылдық алып келеді. Сол себепті әлі күнге дейін ізденіс үстіндеміз. Әлі күнге дейін барлығын қараймыз, зерттейміз, кеңес сұраймыз керек болса. Біздің бағытта жұмыс жасау біз үшін жаңашылдық болды. Өйткені қыздардың былай жеткенмен ән салғанын әрине көрдік. Бірақ та жаңа стильде, жаңа бағытта жұмыс жасау деген ол мүлдем бөлек. Сол үшін біздің алдымызға бір қойылған бір еліктейтін ешкім болған жоқ. Сол себепті өзіміз бастадық. Енді әр нәрсе өзінің қиыншылығы бар ғой. Мүмкін айтқан адамдарға оңай болып көрінетін шығар. Мысалы сырттан қарағанда мүмкін ештеңе жасамаған адам сияқты көрінуде мүмкін. Әрбір күлкінің артында қаншама еңбек, қаншама тер бар екені ол сол адамға ғана мәлім. Сол себепті ешқашан берілмеу керек, тек қана бір мақсатты айқын көрдің ба, соған ұмтыла білу керек деп ойлаймыз. Оның бәрі бізге де аспандан салбырап келген жоқ. Ол да уақыт өте келді. Біздің құрылғанымызға 2-3 жылдан асты. Сол жылдың ішінде де біз әлі халыққа бұлай өзімізді жар салып шықпағанмен, біз ізденіс үстінде болдық. Әр нәрсені көрдік. Кішігірім болсын сахналарда өнер көрсеттік. Гастрольдік сапарларға да барып келдік. Сол себепті бұл кішкентай ғана еңбектің жемісі. Әлі де алда үлкен белестер, үлкен концерттер, сахналар, алаңдар бізді күтіп тұр деген үмітіміз бар. Егер де осы қалпымыздан таймай, ары қарай осы қарқынмен жұмыс жасай білсек, үлкен жетістіктерге, үлкен белестерге жетуге әбден мүмкіндігіміз бар. Қазақ сахналарында ғана емес, шетел сахналарында да өнер көрсету арманымыз. Өйткені біз мысалы кішкентай деп қабылдар, сырт келбетімізге қарап, бірақ қазір жастар өте пысық, өте ізденімпаз. Сол себепті ешкімнен қалмау керек, елден қалмау керек. Әрқашанда алдыға ұмтыла білу керек, себебі сенің мақсатың айқын. Егер де сен жеткің келсе, сол мақсатқа
ештеңеге қарамай, ешкімнің сөзін тыңдамай, тек қана соған ұмтыла білу керек. Топ арасында да түсініспеушілік кездер ол міндетті түрде болады, әрине. Тек адам бірін түсіне білу керек. Әрқашанда түсіністікпен қарау керек, және ең бірінші қағида қарапайым болу керек. Бір адамның басынан өткен жайтты сен толықтай сезіне білсең, соны түсіне білсең түйсігіңмен, сол кезде ғана сен сол адаммен ары қарай жұмыс жасай аласың. Ол да топта жұмыс жасау дегенде ол үлкен жұмыс, үлкен еңбек. Өйткені әр адамның өз мінезі бар. Әр адамды қабылдай білу керек. Қалай бар, солай қабылдау керек. Немесе сол адамға қарай кішкене ыңғайлану керек. Негізінде музыканттың өзінің кішігірімдей болса да өзінің бір база болу керек, музыкалық білім болу керек деп ойлаймын. Өйткені ол кейін сапалы дүние шығару керек деп ойлаймын. Егер де базалық білімі болса, ол грамотность болады адамда, музыкальный грамотность. Есту қабілеті болады, кішкене вкус болады. Сондықтан ойлаймын, базалық білім болу керек деп ойлаймын. Негізінде мен жетіге мен ән айтуды ойламағанмын. Содан кейін өзім ән айтқанды жақсы көретінмін. Бірақ келе қыздармен танысып, аяулымен екеуміз мектеп қабырғасында бірге оқыдық. Сол кезде басталды десек болады, жетіге мен ән айту. Үлкендерге қарап, сол кездегі өзіміз қызықтық жетігенге. Содан айтып бастадық. Ары қарай осылай дамиды деп ойламадық, бірақ бағанағы аяул айтып кеткенде бізді мұғаліміміз құрды осылай асылтас деп. Содан кейін осылай өзіме де ұнап кетті жетіге мен ән айту. Мен жалпы жетігенге келуім, ол мен бір аспапты таңдағанымда емес, маған жетігенді Құдайдың өзі сыйғып берді. Сондықтан маған Құдайдың берген сыйын мен неге оны қолданбасқа. Негізгі түпкі мақсатым, ойым, менің өмірдегі жолым, негізгі менің ойлаған нәрсе мүлде бөлек еді. Өмірлік жолымды осы жетегенге қарай бұрдым деп айтсам, қателеспеймін. Себебі менің оқуға тапсырған кезде мен домбыра аспабына оқуға тапсырдым, бірақ мені домбыра аспабына емес, жетеген аспабына қабылдады. Егер сен ұша алмасаң, сен онда жүгіру керексің. Ал сен жүгіре алмасаң, онда сен жүру керексің. Ал жүре алмасаң, сен еңбектену керексің. Ал еңбектенбесең, оның бәрі бекерге кетеді. Яғни сенің өмірлік жолың да, өмірлік ұстанымың да бәрі қалған адамдардағыдай болады. Сол себепті сен бір орында тұрып қалма, сен еңбек ет, сен жаса, жұрт сенен білімді болып, сенен асып тасып жатса, сен оларға ұқсап білімді болуға, оларға ұқсап талпынуға тырыс. Бірақ мен айтпаймын, сен біреумен жағаласып, біреумен тартысып, биікке жет деп айтпаймын. Әркімнің өзінің бір несі бар. Қанша сенде талап, сенде қанша таныс, қанша не болса да, бір Құдайдың саған берген бағына артық ештеңе жоқ. Демек, сен өмірлік жолда, бүкіл жерде сен адал болу керексің. Тек қана өзіңе сену керексің, ешкімнің ала жібін аттамауың керексің. Сол жағдайдан кейін ғана сен биікке, жетістікке жете аласың. Мен осы топқа қалай келдім? Яғни апайдың шақыртуымен келдім. Бірақ қандай бағытта, қандай жағдайда жұмыс жасайтынымыз бізге беймәлім болды. Біз уақыт өте келе өзіміздің жолымызды әлі де табу керекпіз негізінде. Бірақ бір бағытта осындай бір қатып қалған қағида жоқ. Енді біз музыкант болғандықтан бір бағытта қатып қалмауың керек. Яғни сен өнер адамсың ба? Сен әнді де айт, сен биді де биле, сен аспапта ойна, сен шыңдал, сен тоқтап қалма. Егер де сіздің қолыңыздан келмей жатқан бір істер болса, сіз уайымдамаңыз ешқашан. Барлығы өткені алда. Тек қана сол арманға ұмтылу керек, еңбектену керек, және сол шыңдалу керек. Егер де ән айтқыңыз келсе, ән айтыңыз. Егер де ол жүректе болса, тек қана жүректі тыңдау керек. билегіңіз келсе билеңіз. Арманға, мақсатқа жетер жолда міндетті түрде саған кедергі жасайтын заттар, адамдар, нәрселер өте көп болады.
соған мойымау керек. Өйткені мен түсінем, иә, тіпті қыз баласына өте ауыр басқа адамдардан сөз есту. Мысалы, мен өзім сондай адаммын, сөзді қиын көтере алмаймын да. Мысалы, мен ол нәрсемен жұмыс жасап келе жатырмын әлі. Бірақ та сол мақсатыңа дейін жолда адамдар егер саған сенбестік болса, сен туралы басқаша бір жағымсыз пікірлер, ойлар, я көп деген кездеседі. Ол міндетті түрде болады. Сен жасамаған істі жасады деген ақпараттар саған келіп жатса да тыңдамау керек. Я, ол әрине қазір біздің айтып отқанымыз ол оңай. Сен тоқтама, сен жет, сен еңбектен деп айту оңай. Бірақ сол жолды жүріп өту ол тек қана өз қолыңда. Егер де өз мақсатыңа, арманыңа берік болсаң ғана ол жүзеге асады. Сол жетістікке жету кезіндегі осы жол маңызды да. Сол жолдағы саған берілген сынақтар маңызды, соны өту маңызды. Сол кездегі тәжірибе ғой, сол маңызды. Сен өсіп жатқаның, құлап жатқаның, көтерілгенің, мысалы, жылағаның, күлгенің бәрі маңызды. Бізде еңбектенуіміз керек, бізде талмауымыз керек, бізде құламауымыз керек. Бірақ кейде болып тұрады енді. Қош соны деп бір жылап алатын кездерде болады. Қош соны деп ұйықтап қалатын, бармайым деп қырсығатын кездерде болады. Бірақ бәрібір тұру керексің, бәрібір жасау керексің. Сен егер де қош деп жата беретін болсаң, сенде іштей бірдеме түртіп тұрады да. Сен жасау керексің, сен істеу керексің. Сондықтан іште бір екі адам болады ғой, жата бер. Сосын бір адам болады, тұр, сен көмектес, сен ұжымдық жұмыстасың, сен жасауың керексің, көмектесуің керексің қыздарға деп. Сосын бір жақтан біреу қош сон деп. Сосын сол екі ортада жүрміз өзімізде. Иә, күйзеліске түспеңіздер. Күйзеліске түсіп баратсаңыздар, жұмысқа беріліп кетіңіздер. Достарыңызбен серуендеңіздер. Қыдырыңыздар. Графиктеріңізді киноға барсыздар. толтырып қою керек. Бірақ негізінде күйзеліс кезі тоже өте пайдалы болады. Особенно музыканттарға, творческий адамдарға деп айтса болады. Өйткені шабыт сол кезде келеді, күйзеліс кезінде. Көптеген дүниелер шығады деп ойлаймын сол кезде. Бір нәрсеге ғана жұмыс жасаймыз да, ата-анамыздың үмітін ақтау, ата-анамызды бақытты ету, сол кісілердің үмітін ақтау, сол кісілердің разылығын алу, ол біз үшін үлкен бір не да, стимул да, біз соған жетуіміз керек та. Бірақ Аллаға шүкір, ата-анамыз бізге дән риза, бірақ одан да риза қылуға тырысу үстіндеміз. Ең бастысы тоқтап қалмаңыздар, ізденіңіздер. Арман мақсаттарыңызға адал болыңыздар. Жастар каналынан Жастайым бағдарламасын көріңіздер.